Петропавлда жерлеу рәсімімен айналысатын отбасын қатыгездікпен өлтіру бойынша сот аяқталды. Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылдың соңында жұмысшы кентінде өз үйінде ерлі-зайыптылар мен олардың кәмелетке толмаған ұлы қатыгездікпен өлтірілген болатын. Сотталушылар орындығында қаланың жерлеу рәсімімен айналысатын агенттіктің бірінің басшысы Сергей Емельянов, оның қызметкері Даниил Орлов, сондай-ақ басқа жерлеу рәсімімен айналысатын агенттіктің иесі Ирина Скоробогатова болды. Іс материалдарына сәйкес, екі адам алдын ала сөз байласып, ұрлық жасау үшін отбасының үйіне заңсыз кірген. 2 миллион теңгеге жуық зергерлік бұйымдар мен 90 мың теңге ақшалай қаражат торлап әкетіп, ерлі-зайыптыларды, сондай-ақ қылмыстың куәгері болған ұлын өлтіру бойынша сотталды. Айта кетейік, үшінші сотталушы бастапқыда арандатушылық жасады деп айыпталған. Содан кейін сот арандату бабын қылмыс туралы хабарламау деп қайта жүктеді. Емельянов и Орлов частично признали вину. Емельянов пен Орлов ішінара кінәні мойындады. Скоробогатова кінәсін мойындамай өзі нақтауды өтінді. Сотталушылардың кінәсі куәгердің айғақтарымен, сот сараптамаларының қорытындыларымен, заттай дәлелдемелерімен және істің басқа материалдарымен дәлелденді. Сот жаза тағайындау кезінде сотталушылардың жас балаларының болуын жеңілдетіп мән-жай деп таныды. Сот Емельянов пен Орлов жасаған әрекеттерді 3-ші баптың 1-ші тармағына сәйкес анықтады. 191-ші бап Қазақстан Республика қылмыстық кодексінің 99-ші бабы 1-ші, 7-ші, 10-ші, 13-ші, 14-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша, яғни ауырлататын мән-жайларда тонау және кісі өлтіру. Осыны ескере отырып, Емельянов өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Орлов 21 жылға 8 айға бас бостандығынан айырылды. Скоробогатова 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазіргі уақытта үкім заңды күшіне енген жоқ.